салды. Қазір сәләфилік идеологияны насихаттап жүрген лидерлердің бәрі толығымен ұсталды. Махамбетов Дилмурат Сарыағаштық ұсталып 8 жылға 2 бап бойынша сотталды. 174 бап бірінші тармақшасы діни алауыздық, екіншісі жаңағыдай терроризм бойынша екінші бап. 259 қателеспесем. Дәл сол секілді лидерлердің біреуі Сайрамдық Заурбек Октам, ол да 4,5 жыл шартты сотталып кетті. Тағы да біздің оңтүстіктің бір азаматы бар, лидерлері Мұхитдинов Полат, бұл да 6 жылға сотталып кетті. Осылардың уағыздарын таратқандары үшін ВК, жаңа интернет, басқа әлеуметтік желілерде 30-дан астамы 7 жылға дейін сотталып кетті. Бұл қазір біз уже қаншама кездесулер өткізіп отырмыз, оларды естіп отыр, көріп отыр. Соңғысы уже Дилмурат кетті. Осы жақын 8 жылға сотталып кетті. Интернетке байланысты қазір мынандай тағы да балдарға айтылу керек мына мәселе. WhatsApp-тан жаңа неше түрлі құттықтаулар жазып жіберіп жатырмыз. Тағы да қайталап айтам, бұл айтуымыз алдында айтқан болуымыз мүмкін. Жұма мүбәрәк болсын деген постты таратқандар үшін сотталғандар бар бізде. Естімегендеріңіз бар болса. Не үшін? Біз оны көрдік, қазір әлем тыныш ұйықтап жатқан жоқ. Бірден келер картиналар жазады, қазақша болса қазақша, өзбекше болса өзбекше интернетке салады. Қаншама адамның өміріне қиянат жасалып жатыр. Біз көрдік ана, бізге де қызық болған кезде. Жұма мүбәрәк болсын деп қазақша жазылған, дұғасы деп жазылған, астында екі қатар арабша сөз тұр. Арабшаны арабтың филологтарына аудартқанда өздері шақырып. Әрбір азаматты Сирияға, жихадқа шақырамыз деген үндеу. Арабшасы. Анау білмейді. Шынымен арам ниеті жоқ жігіттің. Бірақ сотталып кетті. Мемлекет 2013 жылдан бері ескерту беріп жатыр. Кімдегі үгіт насихат жүргізетін болса экстремизм бойынша жауапкершілікке тартылады. Заң ол білмеймін деген нәрсені уже мойындамайды. Кетті, ана жігіт. Жылап кетті. Қазір сол үшін қандай да WhatsApp бола ма, әлеуметтік желі бола ма, білмейтін арабша жазулар келе ме, егер Құран емес, аят емес, хадис емес, экстремистке бағытталған болуы мүмкін, или ол емес, анық-қанығына көзімізді жеткізейік, одан кейін барып бұл мәселені жібердік. Қанша оны мемлекет қазір біз мониторинг жасап, фильтр тосқол қойылып жатыр, аяқтан шығып жатыр. Фильтр тосқол қойылып жатыр, шығып жатыр. Мыңдап тұрып жабылып жатыр сайттар, бірақ шығып жатыр. Тағы да проблема бұл жерде біздің қателіктеріміз, айналып келгенде ислам әлемінің біздің қателігіміз. Өйткені бұл технологияны меңгермегенбіз біз.